Совет өкіметі албан руын пулеметпен қырды деген бұл ел аузында жүрген жай ғана аңыз ба, әлде архивте сақталған ащы шындық па? Бүгін ОГПУ-ның құпия рапорттарындағы сұмдық деректер мен қанды фактілерді ашық айтамыз. 1930-31 жылдары Жетісу өңірінде, соның ішінде Кеген, Нарынқол, Еңбекшіқазақ ауданында большевиктердің зобалаңы шегіне жетті. Елдің соңғы тұяқ малын сыпырып алып, ашаршылыққа ұшыратқанда албанның қызылбөрік, айт, бозым, құрман сияқты аталарының ұрпақтары ашынып әділдік сұрап көтеріліске шықты. Қолдарында ешқандай заманауи қару болған жоқ, тек сойыл, шоқпармен ашуға булыққан халық кеңес өкіметіне қарсы шықты. Арнайы әскери отрядтар жіберілді, олардың арасында ЧОН, яғни части особого назначения деген большевиктік арнайы жазалау отрядтары мен ОГПУ дивизиялары болды. Олар бейбіт халыққа қарсы соғысқа келгенде Максим пулеметтермен, броневиктермен қаруланып келген еді. Куәгерлердің естеліктері мен архивтік деректердегі сұмдық көріністер төбе шашыңды тік тұрғызады. Қаратолған мен Ақсу бойында жазалау отрядтары қарусыз елді четінен қоршауға алып, пулеметпен қырды. Атқан оқтан қашқан аналар балаларын құшақтаған күйі оққа ұшты. Тіпті жараланып ыңырсып жатқандардың өзін қызыл әскерлер аяусыз найзамен түйреп өлтірген. Жазалаудан аман қалу үшін мыңдаған отбасы түн жамылып, қарлы асулардан асып, Қытай тарапына ауа көше бастайды. Алайда оларды шекараның аузында тосып алған большевиктер пулеметпен тоқтаусыз атқылаған. Құлжа мен Текеске өтер жолды мәйітке толтырды. Өзен сулары қанға бөккен болып шықты. Сонда осы сұмдықты олар өз құжаттарында қалай жазды деп ойлайсыздар? Советтік ОГПУ-ның 139 қорында сақталған совершенно секретно рапорттарында бұл оқиғалар донесение о ликвидации кулацко-басмаческих банд формирований в Семиречье деп бұрмаланып жазылған. Ресми рапорттардың өзінде операция барысында Кеген және Еңбекшіқазақ аудандарында 300-ден астам бандиттің көзі жойылды, 500-ден астам адам тұтқындалды деген суық сандар тұр. Ал шекарадағы қырғын мен ұрыс даласында пулемет оғынан мерт болған жай бейбіт шаруалардың саны кейбір деректерде 1000-нан асып жығылады. Тарихшы Талас Омарбеков ағамыз архивтік есептеулері бойынша 1929-31 жылдары Қазақстандағы көтерілістерді басу кезінде 500-ден астам адам сотталып, 880-нен астам адам ресми түрде ату жазасына кесілген. Бұл ойдан шығарылған әңгіме емес. Қазақстан Республикалық орталық мемлекеттік архивтің 5-ші орында 1-ші тізбегінде 71-шісінде сақталған. Архивтің 139-ші орында хатталған тарихи фактілер бар. Бабаларымыздың басынан кешкен бұл қасірет тарих мұрағатында қанмен де, сиямен де чегелеп жазылған ащы ақиқат.